Егер сіздің балаңыздың бетінде осындай диатез шығып кетіп, не жақсаңыз да кетпей жатса, диета ұстасаңыз да кетпей жатса, қайта-қайта шыға берсе және қатты қышып бала қиналып жатса, онда бұл диатез емес, бұл атопический дерматит. Бұл балалар арасында кең тараған терінің созылмалы ауруы. Жиі 1 жасқа дейін дамиды, бірақ сирек жағдайда кеш уақыттарда да дами береді. Көп ата-аналардың қояр сұрағы, неге менің баламда атопический дерматит дамыды деп сұрайды. Ал кеттік талқылайық. Бірінші фактор ол генетика, яғни тұқым қуалаушылық. Егер ата-аналары сау болатын болса, балаларда атопический дерматитпен ауыру қаупі 10-20% құрайды. Егер екі ата-ананың біреуінде атопический дерматит болған болса, онда балаларында 30-50% жағдайға дейін осы ауру кездеседі. Ал ата-аналарының екеуінде де атопический дерматит дамыса, балалардың 60-80%-ында атопический дерматит дамиды. Екіншіден, терінің қорғаныштық тосқауылдық қызметінің бұзылысы. Яғни, үнемі баланың терісі құрғап тұратын болса, онда бұл осы атопический дерматиттің дамуына себепші болады. Үшіншіден, қоршаған орта. Бұл жерде климат, ауа райындағы өзгерістер, өте құрғақ ауа, немесе өте ылғалды ауа, сонымен қатар экологиялық аймақтар жатады. Одан кейін тағамдық аллергия. 1 жасқа дейінгі балаларда ең жиі аллерген ол сиыр сүті. Одан кейін жұмыртқа, балық, жаңғақ және глютені бар тағамдар жатады. Одан кейін аэроаллергендер, яғни ауамен ұшып келетін аллергендер. Оған үйдегі шаңдар, үйдегі жануарлардың түктері, сонымен қатар кейбір жәндіктер жатады. Бұл аурудың даму механизмінде терідегі филогрин деп аталатын негізгі белоктың жетіспеушілігі салдарынан терідегі ылғалдылық шығып кетіп отырады. Яғни филогрин ол терідегі суды ұстап тұрады, ал ол жетіспесе тері құрғақ болып, теріге әртүрлі тітіркенгіштер еніп, терінің қабынуға бейімділігін арттырады. Яғни бұл кезде ешқандай шешуі жоқ, ешқандай жолы жоқ, тұйық айналым болып қалады. Яғни бірінші терінің қорғаныштық қабаты бұзылады. Ол бұзылғандықтан ол жерге әртүрлі аллергендер, тітіркенгіш заттар енеді. Ол енгеннен кейін тері қабынады. Қабынған тері қышыну тудырады да, бала ол жерді қаси береді. Қасығаннан кейін қайтадан терінің қорғаныштық қабаты бұзылып, сөйтіп жалғасып кете береді. Міне осы суретте көріп отырғандай, бұл тұйық айналым. Яғни бірінің артынан бірі сатылы түрде қайталанып отырады. Енді балада атопический дерматит екенін қалай анықтаймыз? Ең бірінші атопический дерматит балаларда 2-3 айынан бастап 2 жасқа дейінгі аралықта шығады. Ол бетте, маңдайда, бастың шашты бөлігінде, аяқ қолдардың жазғыш бөлігінде, яғни тізеде, шынтақта және жамбаста шығады. Ол өте қатты қышытады, баланың мазасын алады, ұйықтатпайды, тері құрғақ болады. Сонымен қатар қышығаны соншалық тері қанап кетеді. Және қаси бергендіктен теріде ылғал, қызару және терінің қатайып кетуі болады. Сонымен қатар қасынған іздерде инфекция кіріп, екіншілік қабыну пайда болады. Әдетте бұл кезде жөргектің астындағы тері ылғалды болғанның әсерінен таза болады. Атопиялық дерматит мультифакторлы ауру. Бұл дегеніміз, бұл аурудың дамуына тек бір ғана фактор емес, көптеген фактор әсер етуі мүмкін деген сөз. Мысалы, біз тек тәтті көп жеді деп анасын ғана кінәлай алмаймыз. Өйткені бұл ауру тағамға тек 30% жағдайда ғана қатысты, ал қалған жағдайдың бәрінде әртүрлі фактор әсер етуі мүмкін. Оған баланың өзінің терілеген кездегі теріде әсер етуі мүмкін, қоздырып жіберуі мүмкін. Басқа да факторлар бөлме температурасының өте құрғақ болуы немесе өте ылғалды болуы.
даладағы температура өте ыстық болуы, салқын болуы, денесіне киген киімнің синтетикалық матадан жасалғаны және ол киімнің жіптерінің қажауы, тағы басқа да киімдердің денесінің үйкелуі барлығы жатады. Сонымен қатар бала егер стресске түсетін болса, ол да атопиялық дерматитті өршітіп жібереді. Сонымен қатар үйде үй жануарлары болатын болса, олардың жүніне аллергия болған кезде де осы атопиялық дерматиті бар балалардың ауруын өршітіп жібереді. Тіпті баланы жуындырған кезде қолданылатын гель, шампунь, сабындардың өзіне аллергия беруі мүмкін. Киімдерін жуған кездегі кір жуғыш ұнтақтар және тұрмыста қолданылатын химиялық заттар да балада триггер ретінде, яғни тітіркендіргіш ретінде рөл атқаруы мүмкін. Осының барлығын анықтап ескеру қажет. Осы ауруды емдеу кезіндегі басты қағидалардың бірі осы триггерлерді анықтап, оларды жою, баланың терісін олардан қорғау керек. Бұл атопический дерматит созылмалы ауру, яғни оны тек бір рет қана емдеп жазып ала алмайсыз. Ол өшу сатысынан және сауығу сатысынан кезектесіп тұрады. Өшу сатысы кезінде арнайы ем қолданып теріге күтім жасайсыз, ал бөртпелердің барлығы кеткен уақытта сонда да теріде күтімді сақтап отыру қажет. Егер теріге жақсы күтім жасалған болса, ұзақ уақытқа дейін теріде сауығу болып, бөртпелер шықпайды. Бұл ремиссия деп аталады. Яғни ұзақ уақытқа ремиссияға шығып, жылына 1-2 рет қана осы бөртпе шығып өршуі болуы мүмкін. Осы атопиялық дерматит ол терінің өзінің жеке ауруы болғандықтан, бұл кезде қаншама анализдер тапсырып қажеті жоқ. Ішектегі құрттарды зерттеп, одан кейін құрттар, паразиттер, кал тапсырып, тағы да дисбактериоз сияқты анализдер тапсырып, босқа әуреленудің қажеті жоқ. Атопиялық дерматит егер теріге жақсы күтім жасалған жағдайда 90%-ға дейін балдарда 4-5 жасқа дейін кетіп қалады. Бұл өте күрделі, қиын ауру. Сол себепті балаға міндетті түрде көңіл бөліп, оның терісінің ерекшелігіне мән беріп, жақсы күтім жасап отыру қажет. Бұл кезде баланың киген киімі де жұмсақ, ауа өткізетін болуы қажет. Және оның тігістері, түймелері баланың денесіне батпай тұру қажет. Одан кейін бөлме температурасы 18 пен 22 градустың аралығында болу қажет, ал ауаның ылғалдылығы 40%-тен жоғары болу керек. Одан кейін баланың тырнақтарын алып тұру керек, өсірмей. Өйткені қатты қышыну болған кезде тырнау арқылы тырнақтан инфекция түсіп кетеді. Сонымен қатар бұл кезде балалардың терісі құрғақ болатындықтан балаларға көбірек су ішкізу керек. Және бұндай балалар күніне суға шомылса өте жақсы болады. Бұл балаларда тері күтіміне арнайы эмолленттер деп аталатын косметикалық құрал қолданылады. Оны біреуіңіз естісеңіздер, біреулеріңіз естімеген шығарсыздар. Бұл эмолленттер дегеніміз теріні ылғалдандырып тұрады, терінің қорғанышты қабатын қалпына келтіреді. Эмолленттердің шығарылу формасы да әртүрлі. Олар бальзам, мазь, крем, лосьон, спрей түрінде шығарылады. Сонымен қатар түрлері де өте көп. Әр балаға өзінің терісіне ыңғайлы эмолленттерді тапқанша жиі ауыстырып, басқа эмолленттерді көріп тұруға кеңес беремін. Эмолленттер негізінен жай дәріханаларда табыла бермейді. Кейбір дәріханаларда болуы мүмкін. Және көбіне бұны сайттардан заказ беру арқылы алдыртады. Эмолленттерді бірнеше ай бойы, көбіне 6-8 ай бойы тұрақты түрде жағып тұру қажет. Және бір балаға күніне терісі құрғаған сайын 1 сағат сайын жағып тұру қажет. Міне мына суретте эмолленттердің түрлері көрсетілген. Бұдан да басқа көптеген түрлері бар. Оны өздеріңіз іздеп қарасаңыздар болады. Эмолленттермен қоса осы атопик балдарда арнайы суға түсіруге арналған майлар болады. Сонда бірге қолданған жөн. Және эмоллентті қолданған кезде өте аз мөлшерде жұқалап жақпай,
торттың бетіне жаққан крем сияқты молырақ қып жағу қажет, және тері құрғап кеткен сайын әрбір 1 сағат сайын жағып тұру қажет. Және эмалентті тек бөртпе шыққан уақытта ғана емес, сонымен қатар күнделікті түрде жағып тұру қажет. Бөртпе азайғаннан кейін де, ремиссия кезінде де эмалент жағуды тоқтатпау керек. Одан кейін бізге көмекке жергілікті глюкокортикостероидтар келеді. Бұл гормоналды препараттар, және ол өзінің күштілігіне байланысты бірнеше топқа бөлінеді. Бірден балаларға өте күшті препараттардың құрамына жататын синафланнан, бетадермнен қолдануға болмайды. Ол гормоналды препараттар болғандықтан әлсіз топтан бастап қолданамыз. Көбісі қандай жара болмасын синафланды жаға беруге үйреніп қалған. Бір кемшілігі, бұл гормональный препараттармен ұзақ уақыт емдей алмаймыз, ол өзінің кері әсерлерін бере бастайды. Және осы гормональный препараттардың өзінің әсері болмай жатқан кезде біз кальциневрин ингибиторларын қолданамыз. Оларды ұзақ уақыт қолданғанда да кері әсерлері болмайды, және бұл мазьдар толық ремиссияға көшуге көмектеседі. Және бөртпелер қатты өршіп, ешқандай емге әсер етпей жатқан жағдайда балаларды осындай сулы маталармен орап тастаймыз. Бұларға қосымша, егер осы атопиялық дерматитке екіншілік инфекциялар, саңырауқұлақтық инфекциялар немесе бактериалды инфекциялар қосылатын болса, қосымша антибиотиктер мен саңырауқұлақтарға қарсы кремдер, мазьдар қосымша қосылады. Егер атопиялық дерматитті дұрыс емдемей, теріге дұрыс күтім жасамасақ, ол келе-келе асқынып, балаларда бронх демікпесі, аллергиялық ринит және тағамдық аллергия пайда болады. Бұл атопиялық марш деп аталады.